Сәлем қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін үй жағдайында жасалатын өте керемет пончиктердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы сүт, сары май, жұмыртқа, шекер және кішкене тұз салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді кішкене ұнымызды және ашытқыны салып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Қалған ұнымызды және кішкене ванилин салып, қамыр илейміз. Арты ұн салмауын қадағалаңыздар, өйткені қамырымыз қатты болмау қажет. Дайын қамырымызды ашығанша жылы жерге 1 сағаттың шамасында қоямыз. Және көтерілген қамырымызды қайтадан бір қайтарып, екінші мәрте көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Менің қамырым 2 рет көтеріліп шықты. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөліп, қатты салмақ салмай жаямыз. Енді видеодағыдай осындай формочкалармен кесіп, расстойкаға 15-20 минутқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Расстойкада 10-15 минут тұрған пончиктеріміз осындай томпақ болып көтеріліп шығады. Енді осы пончиктерімізді орташа отта пісіріп аламыз. Майымыздың қатты қызып кетпеуін қадағалаймыз, өйткені сырты тез пісіп, іші шикі болып қалуы мүмкін. Сол үшін орташа отта пісіріп аламыз. Қыздар, бұл жерде және де айта кететін жағдай, өте жай отта да пісірмеңіздер, өйткені майды өз бойына сіңіріп алады. Сол үшін орташа отта пісіріп алу керек. Пончиктеріміз әдемі болып пісіп шықты. Енді ганаш дайындап алыңыздар. Мен сливки мен шоколадты микроволновкада ерітіп алдым. Суыған пончиктерімізді осылай ганашқа видеодағыдай батырып аламыз. Бетіне сәндік үшін осындай посыпкалар септім. Бұл кез келген кондитерлік дүкендерде сатылатын, жеуге болатын посыпкалар. Балалар сүйсініп жейтін пончиктеріміз осымен дайын болды. Үйде міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Қош, сау болыңыздар.